Сәлеметсіздер ме оқушылар? Қайырлы таң! Сіздермен шәкірт онлайн мектебі және де мен Балғаным Жанболатқызы. Қалдарыңыз қалай? Ендеше бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабақта біз жыл бойы өткенді қайталайтын боламыз. Қанеки ендеше оқулығымыздың 126 бетін ашайық. Жаттығулармен бірге бүгін жыл бойы өткенді қайталап шығамыз. Ендеше 57 жаттығуға зер салайық. Мәтінді оқы. Қане ендеше барлығымыз бірге менімен мәтінді дауыстап оқыдық. Американы аңсаған ақсақал. Қазіргі заман ертегісі. Ерте емес, осы қазіргі заманда Алматы деген үлкен шаһарда бір шал болыпты. Онда не ішем, не кием дейтін емес, бәрі бар екен. Тек немересі болмапты. Содан ол жатса да, тұрса да, немерем болса екен деп армандапты. Шал армандағаннан еш нәрсе шықпайтынын түсініп, жан-жаққа жарнама беріпті. Жарнама бойынша көп елден хат келіпті. Солардың бірі Африкадан болса, екіншісі мұхиттың арғы бетіндегі Америка құрама штаттарынан жіберіліпті. Қария ойланбастан Америкадан келген хатқа жауап жазыпты. Өйткені хат жазған болашақ немересі шалдың бала күнінен армандап жүрген әлемдегі ең үлкен Макдональдс Диснейге орналасқан Калифорния штатында тұрады екен. Мүмкін болашақ немерем мені сонда алып барар деп ойлапты қарт. Көп уақыт өтпей-ақ мұхиттың арғы бетіндегі болашақ немересі Алматыға жетіпті. Қария оны немерем деп қабылдап, екеуі күн сайын серуендейтін болыпты. Медеу мұз айдынына, Шымбұлақ спорт кешеніне барыпты. Олардың Алматыда араламаған жері қалмапты. Оның үстіне шал бар тапқанын немересінің аузына тосыпты. Бір күні шал немересі көңілді отырған сәтінде, енді біз Калифорнияға қашан барамыз деп сұрапты. Сонда немересі, бізге Американың керегі қанша? Бұл жерде Калифорниядағыдай не ішемін, не киемін деп ойланбайсың. Шетелдеп, елден безген қандай ұшпаққа шығамыз. Сондықтан жылы орнымызды суытпай, осында жүре берейік депті. Бұл Жәнібек Қойтай деген автордың мәтіні екен. Мәтіндегі негізгі ойды анықтайықшы. Бұл мәтінде негізгі ой қандай? Қанеки? Дұрыс айтасыздар. Яғни өзінің туған елінде, туған жерінде тұру екен, я? Сіздер әрқашан өзінің туған отанын құрметтеуі туралы айтылған екен. Мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойып шығыңдар. Қанеки, сіздерге мен сұрақ қояйын, сіздер осы сұраққа жауап беріңіздер. Бұл біздегі қандай ертегі? Қиял ғажайып па, жоқ, шынайы өмірде болған ертегі ме? Дұрыс айтасыздар. Бұл әрине қиял ғажайып ертегісі екен. Бұл қай уақытта болған ертегі? Қазіргі заманда болған, яғни қиял ғажайып ертегісі екен. Осы қазіргі заманда Алматы қаласында кім өмір сүріпті? Дұрыс айтасыздар. Бір қарт кісі өмір сүріпті. Ол кісіде барлығы бар екен, бірақ кімі болмаған екен? Дұрыс, немересі болмапты. Ал ол армандап не істеген екен? Түрлі армандаған екен, бірақ армандағаннан бұл ойы жүзеге аспайтынын біліп, ол түрлі мемлекеттерге жарнама берген екен. Ал қай елдерден хаттар келген? Дұрыс айтасыңдар. Африка және Америка құрама штаттарынан хаттар келіпті. Қария ойланбастан Америкадан келген хатқа жауап берген екен. Оның ойы қандай болды қарияның? Дұрыс, Диснейде орналасқан Калифорния штатына бару болды. Сол жерден немересін тапса, сол жерге саяхаттап барамын деп ойлады. Ал бірге немересімен сол штатқа өмір сүруге барды ма? Дұрыс, яғни немересінің ақылы арқылы бұл жерде Калифорнияға барғанша өзіміздің мемлекетімізде қалайық. Ол жерде Калифорниядағыдай не ішемін, не жеймін демейміз, өз елімізде тұрақтап қалайық деген екен. Яғни бұл жерде немересінің ақылын тыңдап,
атасы өзінің мемлекетінде қалған екен. Жақсы, мәтінді түсініп алған болсақ, келесі жаттығуымызға көшейік. 58-ші жаттығу. Қанеки тапсырмасын бірге оқиықшы. Оқы, репортаж шығару үшін мәтінді қандай бөліктермен толықтыруға болады? Яғни репортаж дегеніміз не екенін біліп алайықшы. Репортаж деген бұл журналистік іс-әрекеттің бір түрі екен. Репортаж дегеніміз оқиғаның өзі. Яғни репортаждар басқа жанрлардан ерекшелігі өткен оқиғаны емес, болып жатқан оқиғаны сол бойда баяндайды және суреттейді. Түсінікті ме репортаж дегеніміз не екен? Қанеки ендеше дауыстап барлығымыз оқып шығайық. Ата, ең қымбат нәрсе не? Туған жеріңнен қымбат еш нәрсе жоқ. Неге? Сенің кіндік қаның тамған топырақ осында. Шыр етіп дүниеге келген жерің осы. Ең алғашқы татқан суың осы жердікі. Толықтырып, құрастырған репортажыңды компьютерде теріп көр. Қанеки, өздерің репортаж құрастырып компьютерде теріп көріңдерші. Сіздерге мен 30 секунд уақыт берейін. Репортаждарыңды толықтырып көрдіңдер ме? Қандай репортаж толықтырғандарыңды міндетті түрде суретке түсіріп бізге жіберіңіздер. Тексеріп көретін боламыз. Келістік пе? Ендеше келесі жаттығуға зер салайықшы. Тапсырмасын бірге оқыдық. Кестені толықтыр. Қанеки, есімізге түсіріп алайықшы. Сөйлем мүшелері дегеніміз не еді? Сөйлем мүшелері сөздердің мағыналық тұрғыдан өзара тіркесуі нәтижесінде синтаксистік қызметте жұмсалатын сөйлемнің дербес бөлшектері. Ендеше сөйлем мүшелерін белгісіз сұрақ белгісінің орнына толықтырып шығамыз. Түсінікті ме? Тапсырма түсінікті болса, қанеки орындауға кірістік. Бәрекелді, кестені толтырып шықтық па? Ендеше тексеріп шығайықшы. Сөйлем мүшелері нешеге бөлінеді екен? Дұрыс, тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелер болып екіге бөлінеді екен. Ендеше қанеки атап шығайық. Тұрлаулы мүшелер нешеге бөлінді? Екіге бөлінді. Бастауыш және баяндауыш. Бастауыш қандай сұрақтарға жауап береді екен? Кім, не, кімдер, нелер? Жарайсыңдар. Ал баяндауыш не істеді, не қылды, қайтты сұрақтарына жауап береді. Керемет. Келесі тұрлаусыз мүшелерді анықтайықшы. Дұрыс айтасыңдар. Тұрлаусыз мүшелер анықтауыш, пысықтауыш және толықтауыш. Кестені керемет етіп толтырған екенсіздер. Ендеше келесі жаттығуымызға көшейік. Келесі бізде 60-шы жаттығу. Мәтелді оқып, жатқа жаз. Қанеки ендеше мәтелді барлығымыз дауыстап бірге оқиық. Сағынған ер елін аңсайды, сары ала қаз көлін аңсайды. Ендеше осы мақалды қанеки 5 минутта жаттап алайықшы. Қандай тәсілмен? Дұрыс, ассоциация тәсілімен қазір осы мақалды жаттап аламыз. Зер салыңыздар суретке. Ендеше қазір суреттермен сөздерді байланыстырамыз. Сағынған. Бұл жерде бізде ненің суретін көріп тұрсыздар? Дұрыс, яғни жүректің суреті тұр. Сағынған бұл, яғни біздің сағынышымызды білдіреді екен. Ер. Дұрыс, мұнда бізде ер кісінің суреті тұр. Картадағы адамдарды көргенде еліміз есімізге түседі. Солай ма? Керемет, аңсайды дегенде арпын қойып қойдым. Ендеше келесі жолды жаттайық. Сарала, яғни сары түстің ала екенін көрсетіп тұр. Сары және ала түстік есімізде. Сары түсті және басқа араласқан түсті көргенде сары ала есімізге түседі. Келесі қаз, қаздың суреті және көл, аңсайды дегенде арпы. Сіздер ассоциация тәсілін қалай қолдану керектігін білесіздер. Солай ма? Ендеше бірге мәтелді қанеки ассоциация тәсіліне салып, тағы бір қайталап өтейік. Сағынған
ер елін аңсайды, сарала қаз көлін аңсайды. Ендеше сіздерге қазір суреттерді шығарып қоятын боламын. 10 секунд уақыт беремін. Осы ассоциация тәсілімен бірге мақалды жаттап алыңыздар. Мәтелді жаттап алсақ, қане ендеше жұмыс дәптерімізді ашып, осы мәтелді оқулықтың бетін жауып қойып, жатқа жазып аламыз. Бәрекелді, орындап болдық па? Қанеки ендеше осы мәтелді сөйлем мүшесіне талдайықшы. Сөйлем мүшелерін байланысуын сызбамен көрсетейік. Дайынбыз ба? Қанеки ендеше сөйлем мүшесіне бірге талдайық. Сағынған ер елін аңсайды. Бұл жердегі бастауышты қанеки ең алдымен тауып алайық. Бастауыш қайсысы? Дұрыс, ер. Сұрақ қоямыз. Кім? Ер. Астын бір сызықпен сызып қойдық. Елін аңсайды. Бұл жердегі баяндауыш қайсысы? Аңсайды. Не істейді? Аңсайды. Ендеше астын екі сызықпен сызып қойдық. Келесі екінші. Сарала қаз көлін аңсайды. Не? Қаз. Бұл бастауыш. Не істейді? Аңсайды. Баяндауыш екен. Керемет. Келесі қазір біз сөздермен байланысын табайық. Сағынған елін және ер аңсайды. Бұл сөздер арқылы бір-бірімен байланысып тұр екен. Келесі сөйлемде сарала көлін, қаз аңсайды сөздері бір-бірімен байланысып тұр. Түсінікті болды ма? Тамаша. Түсінікті болған болса, келесі жаттығуға көшейік. Келесі нешінші жаттығуға келіп жеттік? 61-ші жаттығу тапсырмасын қанеки бірге оқыдық. Ребусты шеш. Қане, сіздерге бұл ребусты шешуге 40 секунд уақыт берейін. Өздеріңіз шешіп шығыңыздар. Ребустың шешуі қандай болды? Дұрыс, отан деген сөз шыққан екен. Ал біз оған жалғаумен қостық ана, яғни отан, ана деген сөз шығарған болатынбыз. Қазір сіздерге мынадай тапсырма. Ана сөзімен екі сөйлем құрап жаз. Ол сөз бірінде бастауыш, ал екіншісінде баяндауыш болсын. Қанеки ана сөзіне екі сөйлем құрап шығайықшы. Бәрекелді, құрап шықтық па? Ендеше тексеріп өтейік. Бірінші сөйлем, ол ана әрдайым баласы үшін қамқор бола алады. Екінші сөйлем, әлемдегі ең мейірімді жан ана. Керемет, жарайсыңдар. Бұл жердегі бірінші сөйлемде біздің ана сөзіміз бастауыш болып тұр. Себебі сөйлемнің басында кездесіп тұр. Ал екінші сөйлемде біздің ана сөзіміз баяндауыш болып тұр. Себебі
Дұрыс айтасыңдар, сөйлемнің соңында кезікті. Ал сіздерге мынадай сұрақ. Бір сөздің екі сөйлемде екі түрлі сөйлем мүшесінің қызметін атқару себебін түсіндіріңдерші. Қанеки? Тамаша. Жан бұл жерде бастауыш, ана ол баяндауыш. Себебі сөйлем соңында кездесіп тұр және зат есімнен жасалған баяндауыш болып тұрған екен. Екінші сөйлемде сызықшаның қойылу себебін түсіндіріңдерші. Тамаша. Егер бастауышта, баяндауышта зат есімнен жасалса, бастауыштан соң сызықша қойылады екен. Жарайсыңдар. Біздің жаттығуларымыз аяқталған екен. Қазір үйге тапсырма берейін. Үйге тапсырма. Оқулықтағы 62-ші жаттығу сурет бойынша мәтіннің қай түрін құрастыруға болады? Жарнама ма, репортаж ба? Сурет бойынша мәтіннің қай түрін құрастыруға болатынын сіздер біліп алдыңыздар. Солай ма? Керемет. Ендеше үйден керемет етіп мәтін құрастырып шығыңыздар. Осы мәтінді құрастырған бойда міндетті түрде видеоға түсіріп чатқа жіберуді ұмытпаңыздар. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге сабақ ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңдар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.